Бірінші бөлім. Өтінімді жасақтауға дейін Самұрық-қазына Траст қорының қайырымдылық көмек көрсету және мониторинг жүргізу ережелерімен танысып алу қажет. Содан кейін осы ереженің 16-шы бетінде орналасқан бірінші қосымшада көрсетілген құжаттар тізіміне назар аудару керек. Ең алдымен, өтінім бұл қайырымдылық көмек көрсету және мониторинг жүргізу ережелерінде белгіленген тәртіппен әлеуетті пайдаланушы қайырымдылық көмек алу үшін ұсынатын құжаттар жиынтығы екенін түсініп алған жөн. Біздің жағдайымызда өтінім келесі құжаттардан тұрады. Ең бірінші, осы ережеге екінші қосымшасында белгіленген қайырымдылық көмек көрсету туралы өтініш. Одан кейін пайдаланушының құрылтай құжаттарының көшірмелері. Оларға барлық өзгерістері мен толықтырулары бар жарғы, құрылтай шарты бар болған жағдайда, тіркелген немесе қайта тіркелген заңды тұлға туралы өтінім берілетін күнге дейін күнтізбелік 10 күннен кешіктірмей e-gov порталынан алынған анықтама. Сонымен қатар, қол қоюшының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және пайдаланушының атынан шартқа қол қоюға өкілеттігін растайтын құжат. Оған пайдаланушының уәкілетті органының бірінші басшыны тағайындау туралы шешімінің көшірмесі немесе сенімхат жатады, егер құжаттарға пайдаланушының атқарушы органының басшысы қол қоймаса. Төртінші болып, корпоративті қордың ақша қаражатының қозғалысын бақылау үшін теңгемен ашылған банк шотының ашылуын немесе болуын растайтын екінші деңгейдегі банктың анықтамасы. Сонымен қатар, пайдаланушының уәкілетті органы бекіткен шығыстар сметасы. Ол ережеге үшінші қосымшада көрсетілген. Шығыстар сметасымен қатар түсіндірме жазба шығыстар баптарының талдамасы, яғни есептері, тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу бойынша кемінде 3 баға ұсынысы немесе интернет дүкендерден скриншоттар, қызмет бірге немесе авторлық құқықтар бар немесе жеткізуші ресми дистрибьютор болып табылатын, яғни балама ұсыну мүмкін болмайтын жағдайларды қоспағанда. Сонымен қатар, шығыстар сметасына нормативтерді сақтай отырып, қажет болған жағдайда әр баптың басқа да растайтын құжаттары. Басқа да растайтын құжаттар ереженің 4-ші қосымшасында көрсетілген. Нормативтер ереженің 5-ші қосымшасында көрсетілген. Сонымен қатар, өтінімге әрбір іс-шара, яғни кезең бойынша іс-шараларды, кезеңдерді, мерзімдерді, ресурстарды, тиімділіктің болжамды көрсеткіштерін қамтитын қайырымдылық жобаны іске асыру жоспары. Ол осы ережеге 6-шы қосымшада көрсетілген. Және де орындалу мерзімін, нысаналы аудиторияларды, негізгі міндеттерді, іс-шаралар тізбесін, коммуникация арналарын, ақпараттық сүйемелдеу жоспарын орындауға бағытталған сипаттама мен шығыстарды қамтитын қайырымдылық жобасының ақпараттық сүйемелдеу жоспары. Ол ереженің 7-ші қосымшасында көрсетілген. Сонымен қатар, жобаның презентация немесе бейнеролик түріндегі ұсынылымы. Презентация 5 беттен артық емес болу керек, және де бейнеролик 3 минуттан аспауы қажет. Ендігі кезекте әрбір толтырылуы керек формаға тоқталып өтсек. Екінші бөлім. Барлық өтінімдер ереженің 2-ші қосымшасында көрсетілген өтініштен басталуы тиіс. Ол сіздің ұйымыңызбен жалпы жобаңыз туралы ақпаратты ашып көрсетеді. Өтініште бірнеше бөлім бар. Ең алғашқысы жоба туралы ақпарат. Онда ұйымның атауы, жобаның атауы, іске асыру кезеңі, іске асыру географиясы, жалпы бюджет және сұралған қаржыландыру көлемі көрсетіледі. Одан кейін ұйым туралы толық ақпарат. Онда заңды мекенжайдан бастап даму тарихы мен негізгі жетістіктерге дейінгі ақпарат көрсетіледі. Бұл бөлімде материалдық техникалық ресурстардың болуын, яғни үй-жай, жабдық және тағы басқаның болуын, мемлекеттік органдармен, басқа да коммерциялық ұйымдармен және тағы басқа серіктестік қатынастардың болуын сипаттау маңызды. Сонымен қатар, қаржыландыру көздері туралы ақпарат. Онда сіздің тұрақты қызметіңізді растау, яғни құрылтайшылардың жарналары, кірістер мен түсімдер туралы ақпарат көрсетіледі. Сонымен қатар, соңғы 3 жылда жүзеге асырылған қайырымдылық жобалар туралы ақпаратты көрсету де өте маңызды. Онда сіздің салаңыздағы ұйымның тәжірибесін растау үшін
толығымен ақпарат көрсетілу керек. Қаржыландырудың мақсаттары мен сомаларын белгілеу, сондай-ақ қол жеткізілген барлық нәтижелерді егжей-тегжейлі сипаттау өте маңызды. Содан кейін сіз қаржыландыруға қайырымдылық көмек сұрайтын жобаның өзі туралы ақпаратты толтырасыз. Мұнда барлық мәселелерді сипаттау маңызды. Сіздің жобаңыз шешуге бағытталған мәселе, осы мәселенің өзектілігі, мақсаттар мен міндеттер, кезең-кезеңмен сіздің жобаңыз бағытталған мақсатты топты сипаттау арқылы күтілетін нәтижелерді белгілеп, оның қалай болатынын сипаттау өте маңызды. Жалпы бұл бөлім 7 тармақтан тұрады. Әр тармақтың жанында толтыру кезінде назар аудару керек кеңестер көрсетілген. Оның ең алғашқысы жобаның өзектілігі. Жобаның өзектілігі тармағында сіз шешілуі қажет өзекті мәселені көрсетесіз, және сол мәселені шешудің механизмін ұсынасыз. Соның нәтижесінде сіздің қол жеткізетін нәтижелер анық көрсетілуі қажет. Әрі қарай жобаның мақсаттары мен міндеттері. Мұнда қайырымдылық жобаның нәтижесі және оған қол жеткізу қадамдары көрсетілуі қажет. Одан кейін мақсатты топтар. Бұл жобаға тікелей қатысы бар адамдар, яғни қайырымдылық жобаның бенефициарлары мен тартылған серіктестер жатады. 4-ші тармақта жобаның қысқаша сипаттамасы. Бұл бөлім жобаны іске асырудың қысқаша механизмі бар ақпаратты ашады. Яғни, міндеттерді шешу және мәлімделген нәтижелерге қол жеткізу үшін кезең-кезеңмен бір қатар іс-шараларды көрсету керек. 5-ші тармақта қайырымдылық жобаны күтілетін нәтижелер көрсетіледі. Мұнда әлеуетті пайдаланушы сапалы және сандық нәтижелерді, сондай-ақ жобаны іске асырудың әсерін көрсету керек. 6-шы тармақта қайырымдылық жобаның тұрақтылығы туралы ақпарат көрсетіледі. Бұл бөлім әлеуетті пайдаланушының корпоративтік қорды қаржыландыру немесе басқа ұйымға беру аяқталғаннан кейін қайырымдылық жобасын жүзеге асыруды жалғастыру мүмкіндігін анықтайды. 7-ші тармақта қайырымдылық жобасы шеңберінде бенефициарлар алатын тауардың, жұмыстың немесе қызметтің сипаттамасы көрсетіледі. Соңында өнім, жұмыс немесе қызметтер және қолдану саласы, сондай-ақ мақсатты топтың қажеттіліктерін қанағаттандыру тәсілдері туралы қысқаша ақпарат көрсетіледі. Осы форманың, яғни өтініштің соңында ұйым басшысы қол қояды, мөр қойылады және сканерленеді. Осылайша сіздің өтінішіңіз дайын. 3-ші бөлім. Толтырылуы қажет келесі форма 3-ші қосымшада көрсетілген. Қайырымдылық жобаның шығыстар сметасы болып табылады. Бұл әлеуетті пайдаланушының уәкілетті органы бекіткен жобаны іске асыру үшін қажетті шығындар тізбесін қамтитын құжат. Шығыстар сметасында шығыстар сомасын ай сайынғы немесе 90 сайынғы мөлшерде көрсету қажет. Шығыстар сметасын міндетті түрде ашып жазу қажет, яғни қызметтердің, тауарлардың атауын, санын, өлшем бірліктерін және данасының құнын көрсете отырып, осы немесе өзге бап қандай сомадан тұратынын көрсету қажет. Сондай-ақ, сізге ыңғайлы болу үшін жобаның бюджетін негізгі 2 бағытқа бөлуді ұсынамыз. Ең біріншісі, іс-шараларды өткізуге байланысты шығыстар таратып жазу қажет. Екінші бөлім қайырымдылық жобасын ақпараттық сүйемелдеу жоспарын орындау бойынша шығыстар. Әрбір пунктті толық ашып жазу қажет. Және де қажет болған жағдайда әлеуетті пайдаланушы басқа баптарды да қоса алады. Мысалы үшін, жабдықтарды сатып алу, банк қызметтері және басқалар. Сонымен қатар, шығындар сметасын міндетті түрде бекіту қажет. Яғни, мәтіндік түрде сметаның өзін ашатын түсіндірме жазба, шығыстар баптарының талдамасы, яғни есептері, тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу бойынша кемінде 3 баға ұсынысы болу қажет. Немесе интернет дүкендерден алынған скриншоттар. Сонымен қатар, егерде
қызмет бірегей немесе авторлық құқықтар бар немесе жеткізуші ресми дистрибьютор болып табылатын, яғни балама ұсыну мүмкін болмайтын жағдайларда бір ғана баға ұсынысы жіберіледі. Сонымен қатар, нормативтерді сақтай отырып, қажет болған жағдайда әр баптың басқа да растайтын құжаттары берілуі қажет. Нормативтер бізде 4-ші қосымшада және де басқа да растайтын құжаттар 5-ші қосымшада көрсетілген. Егер қызмет жоғары мамандандырылған және ерекше болып табылса, біз сол немесе өзге тауарды көрсетілетін қызметті сипаттай отырып, түсіндірме жазбада түсіндірме беруді немесе тауар немесе көрсетілетін қызмет бойынша соманың неден тұратын көбірек түсіну үшін тұжырымдаманы немесе техникалық тапсырманы қоса беруді ұсынамыз. Шығыстар сметасының соңында ұйым басшысы қол қояды, мөр қойылады және сканерленеді. Осымен сіздің шығыстар сметаңыз дайын. Қайырымдылық жобаны іске асыру жоспары ол ереженің 6-шы қосымшасында көрсетілген. Бұл құжат іс-шараларды немесе кезеңдерді, мерзімдерді, ресурстарды, әрбір іс-шара немесе кезең бойынша тиімділіктің болжамды көрсеткіштерін қамтитын болады. Осы жоспардағы міндетті тармақ сіздің мақсатты тобыңыз жобаны іске асыру нәтижесінде алатын түпкілікті өнімді көрсету, нәтижелер мен әсердің сипаттамасы болып табылады. Кестенің төменгі жағында сіздің бағандарды толтыруға көмек болатын түсініктеме жазба таба аласыз. Басқаша айтқанда, бұл құжат сіздің жобаңыздың бүкіл процесін көрсетеді. Оны микро кезеңдерге бөлу керек. Онда өнімді қызметті тұтыну нәтижесінде қысқа және орта мерзімді өзгерістер немесе нәтижелер көрсетіледі. Құжат соңында ұйым басшысы қол қояды, мөр қойылады және сканерленеді. Осылайша сіздің жоспарыңыз дайын.